Жыл сайын елімізде елбасының кезекті жолдауы жылы қабылдайды. Халық жылы қабылдайды. Мәселен, өткен жылғы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктер атты жолдау өз өміршеңдігін сақтап қалары анық. Бұл жолдау цифрлық дәуірге бейімделудің нақты 10 міндетін айқындап берді. Яғни елбасының әрбір жолдауы бір-бірімен сабақтаса отырып жүзеге асады. Бүгінде әлем 4-ші өнеркәсіптік революция дәуіріне технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс істейтінімізді, азаматтық құқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, балаларымызды қалай тәрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертуде. Бұл жаңа жолдаудың жолдалуы, ол жолдаудың маңызының, өзінің орнының жоғалтуы емес, екі жолдаудың да бір-біріне сабақтастыру арқылы жүзеге асыру болып табылады. Бұл жолдауларды жолдау халықтың, ұлттардың, яғни мемлекетпен арасындағы байланысты нығайту, мемлекетті дамыту, ең дамыған 30 елдің қатарына енгізуге жасалынып отырған ең үлкен іс-шара деп айтуға болады. Біз жаһандық өзгерістер мен сын қатерлерге дайын болу қажеттігін ескеріп, Қазақстан 2050 даму стратегиясын қабылдадық. Алдымызда озық дамыған 30 елдің қатарына кіру мақсатын қойдық. 100 нақты қадам ұлт жоспары жүзеге асырылуда. Ал бұған білімді ұрпақтың қосар үлесі де қашанда мол болуы тиіс. Жолдаудың негізі елдің өткеніне сараптама жасап, елдің болашағына жол ашу. Жолдаудың негізгі талабы халықпен сырласу, ақылдасу. Ақылдасып бір мәмілеге келіп, елдің болашағына бағыт-бағдар беріп, елдің болашағын дамыту. Біз жастар осы жолдаудан қуат аламыз. Осы жолдау арқылы еліміз көркейіп дами береді. Еліміздің әлеуметтік экономикалық табыстардың негізі біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала бермек. Ол азаматтық бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық келісім. Әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті алғышарттардың бәрі бар. Біз мұны қашанда мақтан тұтуымыз керек. Түркістан қаласынан Мұхтар Атабек, Талғат Елеубеков, Олжас Байтуов, Тұран Ньюс.